Біреу ыңырсығандай ма? Шырт ұйқыда жатқан Амантай селк етіп оянды. Көзін ашса үйдің іші тас қараңғы. Әуелі түк түсінген жоқ. Манаурап ұйқылаяу жатты да қойды. Әдетте оң қол жақта алақандай терезе болушы еді. Түнде сол терезеден бозарып болмашы жарық білініп тұратын. Енді бозамықтанған жарық та жоқ, терезе де жоқ, жым-жылыс. Біреу терезені тас қылып бітеп кеткен сияқты. Сынық сүйем, сызат білінбейді. Ойына әлгі бір ыңырсық үн оралды. Құлақ төсеп, бір ауық тыңдап еді, қайтып естілмеді. Мұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын саптайды. Әлде түсі ме? Әй, бірақ түске ұқсамайды. Осы жаңа ғана құлақ түптен алып абанық естілмеп еді. Я, біреу ыңырсыды ғой. Дыбыс шыққан жаққа қарай батылсыз қол созып еді, алақаны жүп-жұмыр жалаңаш кеудеге тиді. Қасында бір көрпе астында тұла бойы қорғасындай балқып мәдем жатыр. Түкті де сезер емес. Демалысы білінбей алаңсыз ұйқыда екен. Амантай қыздың ыбыстық кеудесінен қолын алғысы келмеді. Кеудесінің тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақанын сезіп жатыр. Ұйқы шайдай ашылды. Тәтті бір құмарлық 62 тамырына жайылып алдартына қаратпай дуылдатып анал жөнелсін. Томпиып ұйқы құшағында жатқан Мәдемеге қарай ауылып түсіп, жұп-жұмыр қосанарға тұмсық тақап еді, сүт иісі бұрқырап қоя берді. Өзін біреу қояр да қоймай бауырына қарай икемдеп әкетіп бара жатқасын қызда шошып оянып, қапелінде қайда жатқанын, кіммен жатқанын ұқпай, көңілі үркіп, жастықтан басын жұла қойды. Сонысына бірақ өзі ұялып, жігіт құшағына құлап түсті. Бірін-бірі жаңа көргендей кенеше қадалып ұзақ сүйісті. Ақыры аңсарына жетіп тынған олар, басы кеткен жаққа аяғы кетіп, ұйықтап бара жатыр екен. Тағы да сол ыңырсыған дауыс әне енді тіпті абанық естілді. Қатты жәбір көрген, соған жаны күйген адамның күрсінісі. Бәсеңсір емес, қайта мұның жүйкесін қасақана жұқарта түскісі келгендей үдеп барады. Тап ірге түсті, әлде аяқ жақта мекен. Амантай басын шалт көтеріп, тың-тыңдай қалып еді. Әлгі бір ыңырсық дауыс пышақ кескендей саптыйла қалды. Енді ол мойны талғанша жастықтан басын көтеріп, қайтадан төмен түсірді. Бірақ ыңырсық дауыс қайтып естілмеді. Қой, бұл түс болды, деп ойлады ол, көрпені кеудесіне қарай тартып жатып. Бірақ бір нәрсе түске қайта-қайта ене берген несі екен? Мәдемеге қарай қолын созып еді, алақанын қыздың жұп-жұмыр анары қарып түсті. Ол бұл жолы шошып оянған жоқ. Ұйқылы ояу былдырлап, жалаңаш білегін созып, жігіт бауырына өзі кіріп бара жатыр. Кірпігі кірпігіне айқасқаны сол екен. Әлгі бір ыңырсыған үннің тағы да естілгені. Құдай-ау, көзі ұйқыда, көңілі ояу Амантай біресе тым алыс қыр астынан талып жеткен, біресе жақыннан дәл іргеден абанық естілген мазасыз үнге еріксіз құлақ тұрып, қимылсыз қалды. Аңырсық үн осымен 3-ші рет естілгенін санасы сезіп жатыр. Астапыралла, әлгі бір кезде байқамапты. Ыңырсып жатқан басқа емес, әйел адам, қыздың даусы. Әне тағы да естілді. Қатынсыраған, әңгүдік біреу о бейшараны еркінен ұйпалап, апырып-жапырып бара жатқан сияқты. Байғұс қыз былқынып, қарсыласуға да дәрмен жоқтай. Қолынан бар келгені, кеудесін езіп жаншыған неменің қорлығына шыдамай ыңырси беру ғана. Соны өз құлағымен абанық естіп жатқан Амантайдың да Құданың құдіреті тіл байланып қалғаны. Тырп етерге қауқары жоқ, тұла бойын суық тер жуды. Ал әлгі бір бейшара қыз жаңағы ыңырсу ма, ол енді булығып жылай бастады. Өзіне де, өміріне де раз емес біреу. Көкірегі толған өкініш, қыжыл мен күйініштен жүрегі қарайған бір мұңлық адамды әрі сәрі етіп қойған неме, бұл түспе өңбе. Неге жылайды, неге өкінеді екен? Ол-ау, бұныкіне жүрегі қысылып бас айналды. Буын-буыннан әл кеткен кеудесін көтеруге зар болып сүреліп жатыр. Шыбын жаны кеудесінде емес сияқты. Я, өзі де бір түрлі өлікке ұқсап,
қайылмай бойына түк күш бітпеген сияқты. Әлгі бір тұнғыш шығып жатқан, бір жылаған қыздың үні, бейшарай өкпесі ұштау, өзін өзі ұзақ қинап тілінің ұшын әрең қозғады. Бісміллә деуге шамасы келді. Сосын солақ екен, тарс жұмған көз ашылып кетті. Солақ екен, бейшара қыз жаны жай тапқандай кенет тым-тырыс бола қалды. Мұның көз жанарында ыстық жас іркіліп тұр. Бозарып таң атып қалған екен. Бөлмешінде қараңғылық сейіле бастапты. Қасында бері қарап, қырымен жатқан қыз мүсіні байқалады. Бұл жол Амантай ол жаққа қол созған жоқ. Төсектен сыпырылып түсті де, аяғын сүйрете басып, қуықтай дәлізге бет алды. Құлағында тұншыға жылаған қыз дауысы. Азанғы шайын апыл-ғапыл ішкен Амантай жұмысқа асығып аттанып кетті. Мәдемі алғашқы түннің балдай тәтті ләззатын бірге тартқан жігітті көзбен ұзатып салып, қуана күлімсіреп тұр. Ол тезірек кеш түссе екен, Амантай жұмыстан тезірек оралса екен деп тіледі. Амантайдың да ойы сол. Бірақ бүгін күннің тас төбеде тапжылмай тұрып алғаны жалғыз мәдемге аңғарылып тұрған сияқты. Уақыт тұсаулы аттай кібіртіктеп, жылжымай қойған. Білек сыбанып аядай бөлмені жинауға кірісті. Есік терезені сабынды сумен ысқылап жуып еді, кірден арылған әйнектен ішке шуақ құйылды. Қара қотырланған еден де бұрынғы сарғыш бояуын тапты. Қуыс-қуыста шаң бөгіп тұр екен, сыпырғышында тұқымы құрысын не нәрсенің бәрі ілігіп жатыр. Ту, кәпірлер, шошқалар, жиркенбей қалай тұрған деп бұрынғы тұрғындарға кейіп, мұрнын тыржитты. Тек аяғының астында орындық қойып, төбедегі люстраға қанша қол созса да қолын жеткізе алмады. Сонан соң күйеуімнің алдынан дәмді қылып тамақ пісіріп қояйын деп күлімсірей күбірлеп асханаға тартты. Осылай деу жанына жағып, көңіліне ұнап барады. Қызық деп жымың ете қалды. Сосын кеше ол басқа адам еді, енді бүгін күйеуім. Амантай табалдырықтан аттай бере, қуықтай үйге жаңа жайлы шаттық орнай қалғанын сезіп, ет жүрегі елжіреп сала берді. Қаланың қарбаласқан тірлігін көтере алмай, шиыршықталған жүйкеңді әп-сәтте жайма шуақтандыра қоятын дәл мынадай бақытты бұрын соңды бастан кешіп көрген емес. Мұны әргеште қараңғыған бір бос бөлме сұп-суық болып аяздай қарып қарсы алушы еді. Сонда орыс қожайынның адыра қалғыр ескі сарайынан безіп кеткісі келетін. Бірақ қайда барады? Бұған пана болып қоятын біреу бар ма екен осы қалада? Жоқ қой. Іргеге тақау қойылған үстел үстінде қашан көрсең қатып семген, көгерген ас қалдықтары атта көпір болып жататын. Біреудің жаман кепесін удай ақшаға жалдап алуын, бұл жалдап алғанмен бар рахат көртышқанмен қара шыбындікі. Төсегі торай аунағаннан жаман, өмірі жиналған емес. Жиналса да айына жылына, онда да пәтер ауыстырғанда ғана. Алматыға келгеніне міне 3 жыл. Осы 3 жылда бұл өзі қазан көтеріп, ас пісіріп бе десеңші. Үйден ыстық ас ішпеуге өзінің де ет өліп кеткен. Ал бүгін бәрі басқаша. Асхана жақтан айрықша бір хош иіс бұрқырап, жанға жайлы жылы леп есіп қоя берді. Өзі жап-жас, өзі сүп-сүйкімді әйел заты ыбыстық құшағын жайып келіп, мойынға асылып, қуана қарсы алып жатқаны мынау. Келіншегін лып еткізіп, жеп-жеңіл көтеріп алды. Түймесін ағытып, қос өңірін айқар ашып жібергенде, кеудесіне бұл тиіп біткен қосанар жарқ етіп көрініп, көзін қарықтырды. Жап-жарық қой, мәдемнің даусы былдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Пердені жапшы. Амантай қазір тіпті тіл алғыш баланың нағозы. Жүгіріп барып пердеге жармасты. Қасын керіп, көзін жұмған келіншек қайдан біліп қойғанын қайдам. Қараңғы емес қой, деп еркелей тіл қатты. Ұяласың ба? Ұялам. Ұят қой, қарамашы. Қарамаймын. Міне, мен де жұмдым көзімді. Мәдемі жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын өт көйлеп бара жатқанынан қарады.
тас болып қатып ұйықтап қалған екен. Ыңырсып жылаған дауыс құлаққа тағы да түрпідей тигені. Бөлме іші бүгінде қап-қараңғы. Елегізіп құлақ тұрды, тым-тырыс. Сағаттың әлсіз тырсылғана талып жетіп тұр. Әлгі бір жылаған. Осы жаңа ғана өзінің құлағымен абаны естіді ғой. Оянып кеткенде содан емес пе? Енді неге тиыла қалды? Неге? Әлде құлағыма шулаған. Осы үйде бір пәле бар, деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Маңдайдан сұп-суық тер бұрқ ете қалды. Саусақтары арбиған қорқынышты бір құбыжық ебедейсіз қимылдап төсек үстінде төбеден төніп келгендей. Төніп кеп екінші түн бүйірін қыздырып жатқан жас келіншекті әй-шәй жоқ қойнынан суырып әкетпек сияқты. Пісіміллә, кет бәлекет. Демнің арасында санасына ұялап үлгерген үрейден әрең айықты. Басы қаңғырып, дәл кешегідей бүгінде ұйқы қашты. Әлде қабырғалас көрші әйел ме жылаған? Әлде ұйқысырап жатқан мәдемі болмағай. Осы бір үлкен қалаға тұяқ іріккеннен соң істің бәрінің бір басы шалып жүріп, белді бір мекемеге бастықты таситын шопырлыққа әрең ілігіп қол жеткізіп еді. Мазасы жұмыс екен, таңның атысы күннің батысы, өмір таусылып бітпейтін сарт-сұрт жүріс. Бастықта тыным таппас беймаза біреу, біресе ана мекемеге, біресе мына мекемеге. Құдай-ау, онда зар қақсатып табанын жерге тигізбей қойған. Ол тыныш таппаған соң жазған құлда дамыл бар ма? Сонан қашанда іңір түскенше тағы сол ала шапқын сарт-сұрт жүріс. Үйге кірпігі қимылдап сүйрелеп келіп жетеді. Кешкі ас суын ішер-ішпестен төсекке сүре құлайды. Сондай бір түн ғой, қараңғы көшемен жүйткіп келе жатқандығын кенет жан ұшырған біреу көшеге жүгіре шыққаны. Бұл тежегішті басып үлгерді ме, үлгермеді ме білмейді. Әлгі біреуді қағып кеттім бе деп үрейден тұла бойы шымырлап жуық арада өзіне өзі келе алған жоқ. Ал анау бас салып есікке жармасты. Көзді ашып жұмғанша лып етіп жанына отыра кетті де: "Ағай, жүріп кетіңізші", деп зар еңіреп жылап қоя бергені. Қараса сұмдық-ай, біреу дегені бойжеткен қыз, анадан жаңа туғандай тыржалаңаш. "Жүріңіз ағай, жүріп кетіңізші ағай, ағатай құтқара көріңіз". Мұны қос қолдап жұлмалай бастады. Амантай қайтерін білмей абдырап қалсын. Кім мынау? Жымба, перме, тек көшеге сойталдай екі жігіт алақтап жүгіре шыққанда ғана бұл арадан тез кетіп қалу керек екенін ұққан. Мәшине орнынан ытқырыла қозғалды. Ал мынау екі жігіт жалмажан такси ұстай салып соңынан тұра қууы мүмкін. Қараңғы көшемен ағызып келе жатып, қапелінде мұжытып жібергендей іші қалықтырып қалды. Жетіп алса оңдырмасы анық. Мына қыз неге тырдай жалаңыш? Бастың пәлеге қалған осы шығар. Үлкен жолға түскен соң қасында бүрісіп отырған қыздың бас аяғына көз жүгіртіп өтті. Боталаған көз жанарын кеңірек ашып, мұны жаңа көріп тұрғандай үркіп қалады да назарын төмен салып қашты. Қолын кеудесінен айырмай қалай жасырса да құлын мүшесі ағараңдап көздің сұғын суырып барады. Амантай арқалықта асып қойған костюмін қыздың алдына тастап жатып: "Кімсің? Не болған саған?" деді. "Жаңағы жігіттер, хайуандар." Жалаңаш иығы дір-дір етіп тасқа жақталақтап қарай берді. "Қайда тұрасың? Үйің қайда?" "Үйме үй." Қыз сыбырлай тіл қатты. "Мына түріммен." Біресе көзіне мөлтілдеп жас келіп қалып, біресе қанын ішіне тарта жүзі қуарып, қайтерін білмей ерін тістелей отырып енді байқады. Шыбыш ешкідей шапшағын қыз. Шашы жалбырап тұр, көзінің үп-үлкенін-ай. "Шаңыраққа апарасыз ба?" "Белді мекеменің бастығы мініп жүрген мәшіне қойсын ба?" Қыз тұратын ауданға әп-сәтте келіп қалды. "Аға", деді қыз жасқана сөйлеп. "Осы араға тоқтаңызшы." Тоқтады. "Анау көк қақпалы үй, сол үй ме?" "Сол үй. Түннің жарымы ауып кеткелі қашан.
Төңірек тып-тыныш. Қыз нұсқаған үй жақтан да тіршілік нышаны байқалмайды. Бірін-бірі мігірсіз қуалаған қос қанден иттен өзге көшеде қыбыр еткен тірі жан жоқ. Мәшине қақпаға тақалып тоқтады да гүрілдеген моторы өше қалды. Келдік деуін десе де үстінде бір жапырақ шүберек лыпаш жоқ тырдай жалаңаш қыздың есік терезесі тарс бекітулі үйге қалай барып, әлдеқашан жатып қалған үйдегілерді қалай оятатынына ақылы жетер емес. Шеше байғұс масқара болған қызын көрген бойда естен танып жығылатын шығар. Әке сорлы қайтер екен. Мүмкін қыздың өз жалаңаш жонын жалтыратып түсе қалуы да көзбен ішіп жеген зіңгіттей жігіттен қысылып отырмас. Осыны ойлаған ол тысқа шығып, көшенің арғы бетіндегі қарауытқан талға қарай бет алды. Өзімен өзі оңаша қалған соң бір жөн табылар. Ол жаққа назар аудармаға тырысты. Тал арасында аз бөгелді ме, көп бөгелді ме білмеді. Қайтып келсе, қыз отырған орнынан қозғалмапты. Алақанымен бетін басып, пыш-пыш жылайды. Кеудесін қымтаған костюм төмен түсіп кеткен. Тіп-тік қосанары дір-дір әйгіленіп, ап-анық көрініп қалып жатыр. Қасына кеп жайғаса берген мұның келген-кеткенмен жұмысы жоқтай. Амантай шарасы түгесіліп, үрөлге маңдайын тіреді. Ағам өлтіреді, деді бір кез иегі кемсең-кемсең етіп. Ағам қатал. Қызды қайтып жұбатарын білмеді. Оның бүгінгі түн тартқан жан азабы енді мұның иығына ауысқанда еңсесі түсіп кетсін. Қыз бір кез демін іштей алып тым-тырыс бола қалып еді. Жалаңаш денесі тоңазып, иығы дірілдей бастады. Костюмді қолына алды да кеудесін жауып, иығын қымтап қойды. Кенет не ойлағанын қайдам, Амантай мәшинені келген жолға қайта салды. Қыз енді не нәрсеге де көндім дегендей, кеудесіне құлаған басын көтерместен бүкшиіп отыр. Амантай үйге жаяу қайтып келе жатып, қарындасын ойға алды. Шырағым, балам, анау жалғыз бауырыңа көз қырыңды салып жүр. Мен де Алматыға барам. Ағам сияқты мен де жұмыс істеп ақша табам деп айтқанды қалмай, үйден безіп кетті емес пе? Оның сенен басқа сенетін кімі бар Алматыда? Бір-біріңе қарайласып жүріңдер. Қайдам, қорқам, деді шешесі ана жол ауылға барғанда. Шешенің сол аманаты жатса тұрса ойнан кетпей жүр. Өзінен 5-6 жас кішілігі бар Гүлнұр үйдің сүт кенжесі болғасын ба еркеді. Жоғары класқа көшкен соң таралып өсіп, сүйкімді бойжеткен болып шыға келді. Әттең-ай, әкенің жоқтығы ғой. Мектеп бітірген соң құрбыларына ілесіп алысқа ұзап оқи алмады. Сүйеуші жоқ адамды кім қолдай қойсын? Мына тұрған облыс орталығындағы институттың алғашқы сынағынан тыраң етіп құлады да, енді қайтып оқуға беттемей қойды. Марқұм әкесі тірі болса, бұл енді ұл бала ғой, қызының қолын қайтсе де бір қараға іліктірер еді. Аға болып, мұның да қайыры аз болып тұр. Кейде сонан ба Гүлнұрдың алдында кінәлі адамдай моржып қалатыны бар. Ана да Гүлнұр үйге келгенде екеуміз бір үй жалдап тұрайық, аптамның көңілі көншісін деп еді. Оған қиқар қыз көнді ме? Уайымдамашы, мен таныс қыздармен бірге тұрып жатырмын ғой. Бәріміз бір жерде жұмыс істейміз, жұмысқа жақын деп дес бермеді. Қай жерде тұрып жатсыңдар? Адресті білмеймін, әйтеуір өзім тауып барам. Гүлнұр өзі біліп келсе келді, келмесе осылай жер сипап қалғаның. Жалғыз ағамның халін нешіктеп, үйге жиі-жиі келіп тұруды білмейді. Жағдайың қалай десе, пайдет дей салады. Қазір не жұмыс істеп жүр екен сұрасаң, ақша табатын жұмыс дейді жұмбақтап. Я саған, көп болса кафе-ресторанда даяр шығарсың. Ауыл қыздарының қалада бұдан басқа істейтін жұмысы бар ма екен? Ал ауылдан келген жігіттер көбіне көп құрылыс маңын шарлайды. Оған да қол жетпесе, Құдай берген қара базар дайын тұр. Сонда барып, арба итереді, жүк түсіреді. Арба демекші, соны ойласа, мұның көкірегін әлде бір қуаныш ала бөле кернеп ала жөнелетіні бар. Әлгі бір ауылдастар сияқты үсті басы батпақ-сатпақ болатында жүретін құрылысшы емес, қара базарда мықшыңдап арба итермейді. Көрмеймісің, тақымда ысылдаған шетелдік мәшине, таза жұмыс.
Гүлнұрды айтам-ау, ақша табатын жұмыс дейді. Ой пәлі, жалғыз шешемізді бір өзі асырап жүргендей-ақ. Әй, бірақ қыз бала ширақ келеді. Кім білсін, айтқаны раста болатын шығар. Іздеп келіп, таппай кетіп жүрген болар-ау. Мен сияқты оның да жұмыстан қолы босамайтын шығар-ау мүмкін. Осы жаңа ғана қара қазандай қабына қалған өкпесін ұмытып, қарындасын аяй бастады. Әлгі бір қыз сияқты, оны да құдайын ұмытқан, қағынғандар нақақ жәбірлеп жүрмесе. Сол күні өмірінде алғаш рет құрқылтай құстың ұясындай үйде бу бұрқырап қазан қайнады. Өз үйінде алғаш рет ыстық ас ішкен Амантай қыздың кейбір қылығын шешесіне ұқсатып, іші жылып сала берді. Әне, ол мұның тәрелкесіне үстемелеп сорпа құйып жатыр. Амантай үнсіз отыра бермей, көңілін ауламақ болып еді, қапелімде аузына жөнді сөз түспейді. Әңгімен неден бастарын білмей, ойы қаңтарылып отыр. Ағаңның үйіне апарып салайын дей ме, әлде ағаңа телефон соқса қайтеді деген дұрыс па? Үйтейін десе, Құдай айдап келген сүйкімді қызды көзі қимайды. Үйтпейін десе, ертең бір пәлеге қалам ба деп қаймығады. Қаймықпағанда ше, осы жұрт әлде қандай қылып аузының су құрып айта беретін алып шақардың сиқы мынау болса, аяғын даттап бассаң, бір сұмдыққа тап болып жатқаның. Айналаң толы қауіп қатер. Адамның төбе шашы тік тұрады. Оның үстіне кешетінде үйде қонбай, қайдағы бір танымайтын біреудің жаман баспанасына түнеп шыққан қарындасын көргенде қаталағасын естер екен. Бас салып мұны таяқтап тастаса ше. Үстіңдегі бар киіміңді анау екеуі ме сыпырып алған? Қатырдың есі дұрыс адам бойжеткен қыздан сөйтіп сұрай ма екен? Беп белгілі нәрсені. Ол бусынып терлеп сала берді. Әй, өзде сөзге шорқақ қасқа. Кейде бас жоқ, көз жоқ, түйеден түскендей дүңк еткізіп қойып қалады-ау. Не әдет? Мен сенің жеңгеңе барып келейін. Қыздың бетіне қарап еді, жанары боталап шыға келіпті. Екі қолын екі тізесінен алмаған күйі басын батылсыз шайқады. Тығырыққа тілеліп, дымы құрып отыр-ау. Енді не істейсің демекші еді. Ол да айтылмай іште қамалып қалды. Кешкі астан соң Амантай қайтерін білмей қипақтап аз кем отырды да орнынан тұрып көше кезіп кетті. Үйге қас қарая оралса жарық сөніп тұр. Ағай, сізге төсекті төрге салып қойдым деген қыз даусы темір кереует жақтан баяу естілді. Жарықты жақпастан жан-жағын сипалап барып төсекке киімшең қисая кетті. Көз алдына ұзын кірпігі инелік қанатындай дамылсыз дірілдеген сүп-сүйкімді бойжеткен бейнесі. Қасына барса қайтер екен, шошып кетпес пе екен? Қой, шошымас, шошымай көрініпті. Әй, не де болса болсын, нар тәуекел. Осы жасқа келгенше әлі бір қыздың жалаңаш тәніне қол тигізіп көрмепті. Енді көр, уылжып қол созым жерде жатыр ғой. Есік болса да үлі, жігітпісің, жігіт болсаң тұр орныңнан. Белшең адамдай шал жиып жата берме. Құдай өз айдап кел демес пе? Жүрегің дауаламайды. Жоқ, неге? Ендеше бар, бірден бас салмай ақырын шайқап оят. Әуелі түкті де түсінбей қалар. Сонда сен оның шашынан сипа, аяла, бетіне бетіңді тигіз, бойын үйрет. Әп бәрекелде, міне жігіт. Сосын көре қал, ол саған өзақ ысырылып орын босатар. Сөз жоқ, ысырылып жатады. Жатпаса ше, орныңызға барыңыз деп жамылғыны тарс бүктеп алса ше, шыңғырап жіберсе ше, қойай, қойшы құрсын. Қалай қиялдаса да жатқан орнынан тұрып қыздың көрпесін көтеруге батылы барар емес. Қашан кірпігі кірпігіне айқасқанша көзіне қыздың кеше өзі көрген жалаңаш кеудесі әппақ бөксесі елестей берді. Көңіл қобалжуы басылып, бойын әлде бір тәтті құмарлық шымырлата бастапты. Кенет қыз темір төсекті сатыр-сұтыр еткізіп ұшып тұрды да мұның қасына жетіп келді. Сылқ етіп тізерлеп отыра берді. Не болды саған? Деді Амантай, басын жастықтан жұлып алып. Біреу келе жатыр, деді қыз үрейленіп. Қорықпа, есік бекітулі ғой. Жігіт жайбарақат сөйлеуге тырысып бақса да жүрегі кеудесіне сыймай атқақтап кетті. Қорықпа,
жоқ келе жатыр. Әне, зып беріп мұны құшақтай алсын. Қорықпашы. Кел, қасыма жатшы. Басын мұның оң иығына салып, аяқ қолын бауырына жиып алған оның тұла бойы майда дірілден көпке дейін арыла алмады. Қыздың еркек атаулыны шабындып қоятын тәтті иісін рахаттана сіміріп, не болғанын білмей жатыр Амантай. Құшағына тығылып бір уыс болып жатқан қыздың үзіп айтқан сөзіне ықыластана құлақ тұрды. Мектепті осы жазда бітіріпті, оқуға түсіпті. Әзірге аға жеңгенің қолында, күзге салым оқу басталысымен жатақханаға шықпақ. Біреу естіп қоятындай сыбырлап, жағдай айтқан қыз мұның өз туралы алқынып жатып баяндаған әңгімесін ұқты ма, ұқпады ма білмейді. Бірақ кешегі түн оқиғасын екеуі де қозғаған жоқ. Қыз не ойлағанын өзі білсін, ол жайында жұмған аузын ашпады. Бұл да сұрамады, жүрек жарасын тырнақсы келмеді. Орнынан тұра салып, өз төсегіне тайып тұрар деп сескенді. Онан да қоянның көжегіндей болып, бауырына тығыла түскен жаны қалап жатыр. Әңгімені тез тауысқан олар өз ойларымен өздері арпалысып, ұзақ уақыт үнсіз қалды. Бір кезде ерні қыздың ерніне тиді. Күйіп тұр. Қыз баласын алып қашқан жоқ. Былқ-сылқ етіп, ыңғайына бағына берді. Тұншығып жылайтын кім сонда? Кім? Мәдем ме? Санадан шымырлап шықпай қойған күдік мұны иірімге іліккен жаңқадай құрдымға шым батырып барады. Қарғыс атқыр сол түнгі көрген қорлық түске еніп жатпаса не қылсын? Сонда не болды екен өзі? Не болушы еді? Қызыл сараған құрызғындар жап-жас қызды Амантай өз ойынан өзі безіп, сол түнгі жағымсыз жайтты жадынан өшіруге тырысып баққандығын өше бастаған сияқты еді. Әлгі бір күйінішті зар қайғайдағыны қозғап жібергені. Енді мәдем жаққа құлақ түріп, жеті қараңғы түнде тың-тыңдап жатқан түрі мынау. Құдай-ау, әлгі бір ырғызсыз дауыс түсім болса етті деп, жас келіншегін жамандыққа қиғысы келмей, мәдемнің демалысына үрке соқтап құлақ төседі. Шешесі байғұс үлбіреген ұялшақ келінін көргенде қалай қуанды десейші, барын шашып той қылмады ма? Құда-құдағиды ырға ыза етіп аттандырмады ма? Мұның ендігі ойы шешесін ауылда жалғыз тастамай, осында Алматыға тезірек көшіріп алу. Несі бар? Өзі болса жұмыс істеп жүр. Гүлнұр да табыссыз емес. Көз ұйқыға іліге беріп, қуана жымиды. Тағы да сол ыңырсық жылаған дауыс. Шошып оянды, аяқ қолы дірілдеп жатыр екен. Таң бозарып атып қалған. Өңі қабарып мәдемнің бетінен күлді. Жоқ, мәдем емес. Мәдемі түк сөзбей, таңғы тәтті ұйқыда жатыр. Тұмсығын мұның кеудесіне тығып алыпты. Бөлме іші құлаққа ұрған танадай тып-тыныш. Сонда қалай? Еденді сипай басып, дәліз жаққа бет алды. Тұншыға жылаған қыз даусы құлақ түптен кетпей ыңырсып тұрып алған. Түнгі ұйқысы қырық құрау болған ол күн ұзақ көзі кіртиіп, мас адамдай балқығыды да жүрді. Жылаған қыз даусын ұмыталар емес. Бас айналар бақыт неге күрмеу көп күмәнға ұласты. Бұл не өзі? Шешуін не қылған жұмбақ? Қалай болып еді өзі? Естіген рас па? Иә, естілді ғой. Естілгенде қандай? Қатарынан 2 түн құлаққа жыған. Ол аз болса, бүгін тағы еститін шығар. Естісе екен, еңірегенде етегі толған бейбақтың кім екенін біліп, таныса екен. Кім ол? Кім? Осыған келгенде басы зеңіп жүре берді. Өзім емес пе екем жылаған? Қой, осымен ауыра бастаған жоқпын ба? Есік алдында бағана таңертең оқты көзін өңменіне қадап жақтырмай ұзатып салған көрші кемпір отыр екен. Ол басы салбырап, жұмыстан жабырқау айтқан мұны көре сала. Сен бала, келгіштеп кеттің ғой, деп дүрсе қоя берді. Көрші кемпірдің неге бұлай қадала қалғанын түсінбей аңтарылып. Немене, ақшаң көп пе еді? Бай ма едің? Түсінбедім. Не деп тұрсыз? Түсінбедім. Сендейлердің талайын көргенбіз. Өзің тәп-тәуір баласың. Жөзекше сайқалдарға ыңғалап, ауру тауып аласың. Қайтесің? Жүр сосын өмір бойы іріп-шіріп. Жөзекше? Кім жөзекше?
Білмей қалғанын қара. Мен бір үй салмас жаман кемпір деп қоясың ба? Сендей желіккен балаларды, есілдерді, сол анау сайқалдарды білеміз. Анау пәтердегі жезөкше ғой. Қоя қой. Оны жұрттың бәрі біледі. Селдірек шаш астынан құйқасы ағарып көрінген секемшіл кемпірдің тесірейіп қараған көзінде күмән тұр. Бота көзі мөлдіреп, құшақ жая қарсы алған мәдемі көңіл кірбіңін жуып шайып жіберді. Неткен бақыт. Бақыт деген бар дәмдісін көмейінен бірден асата салмай, мысқылдап, жайлап беретін нәрсе сияқты ғой. Көңіл лезде көбік қанаттанып, екпіл қақты. Мәдемі құшағына кіріп үлгерген жоқ, есік қоңырауы безілдеп қоя берсін. Гүлнұр екен, үстіне киген кіндіктен жоғары, көкіректен төмен, бұтта тырысқан шалбар, әбәдемі қою қара шашын сиырдың үйітілген басындай сап-сары қылып күйдіре бояп алыпты. Онысын ана жол көрген, бірақ байқамағансып қоя салып еді, енді ол аз дегендей кіндігін жарқыратып келіпті. Не болып бара жатыр өзі? Қарындасының киім киісін жақтырмай тұрса да, оның басқа кез емес, осы қазір келгеніне іштей қатты қуанды. Ауылдағы үйде шошайып жалғыз отырған шешесінің қолына көшіріп алмақ болғанын кешегі ойын асығыс айтуға асық. Кел, төрге шық. Қазір жұмысқа бара жатыр едім, сендерді көре кетейін деп, жайнатып жіберіпсіңдер ғой үйді. Гүлнұр таңданысын жасыра алмай, төргі бөлме жаққа самбырлап сөйлеп жүр. Мынаны қара, терезенің пердесін өзгертіпсіңдер. Төсек жапқыштың жараса қалғанын айтамау, жайнап тұр. Біз екі қыз 6 айдай тұрдық қой осы үйде. Жұмыс деп, ештеңесіне қарамаппыз. Әй, өз үйің болмаған соң. Амантай оның осы үйде тұрдық қой деген сөзіне тіксініп қалып, бүйіріне шаншу қадалғандай түсі бұзылып бара жатты. Үндеген жоқ. Ал Гүлнұрдың көзі жайнаң, ерні сүйрең, әңгімесі таусылар емес. Амантай оның бетіне қарағысы келмей, тыжырынып теріс бұрылды. Жек көріп кетті. Елеңдеп, қанша тосса да, содан былай ыңырсып жылаған қыз даусы қайтып естілмеді.